тема «Судьба человека» наиболее подходит Муслиму Дайырбекову. Потому что в его судьбе есть и светлые страницы, есть и темная вот такая графика соблюдается, и она придает живописность. Адамзат тарихы өз кезеңінде елге танылып, осы күнге дейін ел аузында жүрген танымал тұлғалардың тарихы. Бірақ өкінішке қарай біздің ортақ тарихымызда мыңдаған әйгілі адамдардың аты жөні із-түзсіз жоғалып, олар жасаған ұлы ерліктер мен ғажайып істер тағдыр тәлкегімен түрлі жағдайларға байланысты атаусыз қалды. Дегенмен біз осы фильмде сондай бір тамаша тұлғаның тағдырын көрсету арқылы сол олқылықтардың орнын толтыруға тырысамыз. Жоқтан бар жасап, өзін-өзі сомдаған біздің сүйікті кейіпкеріміз өмір бойы жігері жасып, сенімін жоғалтқан қаншама жанға белсенді түрде көмектесумен келеді. Алайда ол өзінің қарапайым мінезіне орай игілікті істерін жарнамалаудан бас тартып, әрқашан кадр сыртында қалуға тырысады. Енді өмірде көп нелер болды. Өмір болғаннан кейін өмірдің өзі де күрес қой өмір. Сол өмірде де, сол күрескенде де, сол әлгі любой өзіңнің әлгі идеяңды, өзіңнің әлгі ойыңды әлгі не қылу үшін, реализовать ету үшін әлгі барлық неңді саласын, өзіңнің барлық ойыңдағы қабілетіңді саласын. Қызықты тарихымызды бастамас бұрын, сіздерді кейіпкеріміз Мүсілім Дайырбековтің ресми мәртебесін ашып көрсететін өмірдегі жеке жетістіктерімен таныстырғымыз келеді. Олардың арасында ерекше бөліп атауға тұрарлық Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан тіс дәрігерлерінің орталық клубы мен Демеужан қорының президенті, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы қоғамдық қордың құрметті төрағасы, Қазақстан бокс федерациясы жанындағы ардагерлер кеңесінің төрағасы, Алматы қаласының, Түркістан облысының, Төле Би мен Қордай аудандарының құрметті азаматы атақтары. Біздің кейіпкеріміз Мүсілім Дайырбековтің қоржынында мынадай марапаттар бар: Еңбек Қызыл Ту ордені, Парасат ордені, Құрмет ордені, Достық ордені, Ресейлік Намыс пен Парыз ордені. Сондай-ақ бірегей Шыңғыс хан ордені. Бұлардан бөлек кейіпкеріміз келесі ерекше сыйлықтардың да иегері. Ең үздік тіс дәрігері бас жүлдесі, Алтын жүрек сыйлығы, Самұрық сыйлығы, Жыл адамы сыйлығы. Басқаша айтқанда, Мүсілім Дайырбековтың қоржынында аталған шағын жетістіктер тізімінен басқа, оның қоғам алдындағы көп қырлы қызметі мен сіңірген еңбегін көрсететін қаншама марапаттар мен сыйлықтар бар. Омар Хайямның бір сөзі бар. Сонда былай деп жазады: благородство и подлость, отвага и страх – все заложено в наших телах.
Всю жизнь мы не станем ни лучше, ни хуже, мы такие, каким нас создал Аллах. Аллах Құдай өзі жаратқан азамат сондай. Сол кеңпейілдігінің арқасында, азаматтық дүниесінің үлкендігінің арқасында, әлгі осындай сый-сияпатқа ешқандай үлкен қызмет атқармаса да мемлекеттік тұрғыдан сый-сияпатқа ие болып жүрген үлкен кісі. Бұл кісі Төле бидің тікелей ұрпағы. Ал енді Төле би бұл 18 ғасырда ерекше тұлға ғой. Оның бір ерекшелігі, Төле бидің ерекшелігі бұл сол 18 ғасырда мынау шашыранды қазақ халқының басын қосуға үлкен еңбек еткен кісі. Өзінің бір тұлғалық қасиетімен, ақыл ойымен, тереңдігімен қазақ қоғамында үлкен оның бір ұлтқа айналуына, өз мүддесін қорғауға, кемелдікке келуге ұлт ретінде Төле бидің еңбегі ерекше. Ал енді мен осы Мүсілім Дайырбековке Төле би арқылы келдім деп айтсам болады. Бұл кісінің ойында сол Төле бидің тұқымына лайық қасиеттер бар. Мен түсінігімде Мүсілім Дайырбеков бір Төле бидің көзі деп айтсақ болады. Қазіргі замандағы Төкеңнің көзі деп айтсақ болады. Феномен Муслима в чем заключается? Почему его уважают? Почему его слушают? Почему этот человек так необходим бывает людям? Почему вот он такой значимый человек? Мне кажется, в первую очередь его доброта. Он к людям всегда относится с добром. Он не делит людей по землячеству, не делит по национальности. Любые вопросы он к любому человеку, пришедшему к нему с болью, там, с радостями или с огорчениями какими-то, ну, с жалобами, наконец, он решает справедливо. Он всегда справедлив. В этом плане ему отдать нужно должное. Получается, если так судить, такой арбитр между всеми сферами деятельности людей. То есть он может одних с другими свести, помочь в решении каких-то вопросов. И вот он выступает как би, можно сказать, наш, вот как Төле би был. И он решает, положительно решает, не ущемляя никого. Вот у него, говорю, исключительные качества, он никогда не делит людей. Скольким людям он помог, это бесчисленное количество. Причем в разных сферах, не только медицины или стоматологии. Вообще во всей жизни он считается, можно сказать, огромным большим мудрецом. Тағдыр біздің фильміміздің бас кейіпкеріне тамырын тереңге тартқан тектілер тұяғы болуды жазыпты. Біріншіден, әке жағынан Мүсілім қазақ халқының ұлы қайраткері, ұлы жүздің төбе биі Төле бидің 7-ші ұрпағы. Екіншіден, ана жағынан оның бойында қазақ халқының 2 ұлы қайраткері, орта және кіші жүз билері Қазбек би мен Әйтеке бидің қаны бар. Айта кетер жайт, бұл жағдай болашақта біздің кейіпкеріміздің дүние танымы мен өз отанына деген шексіз сүйіспеншілігінің қалыптасуына ерекше ықпал етеді. Түрлі рулар мен жүздерге бөлінетіндігіне қарамастан, Мүсілімнің өмір бойы барша қазақ халқының тұтастығы мен мызғымас бірлігін қолдауы да мүмкін сондықтан болар. Кейіпкеріміз күні бүгінге дейін әрбір істі қолға алғанда сол атақты бабалар рухына сыйынып, 300-дің әруағы қолдасын деп бастайды. Мұның бір ерекше тұлғалық қасиеті жас кезінен қайсар және адамдарды тез өзіне бұлар жылуарлығыменен мына не дейді ғой, Еуропаның терминінде айтады, аурасы дейді, аура. Аура деген адамның өзінің жұртты тартып тұратуын, нұр шашып тұратын қасиеті болады. Бұл мен ойлаймын, тектен келе жатқан нәрсе. Өзінен өз болмайды бұл. Біздің Төле бабамыз сондай болған адам. Шын мәнісінде, маман дәрігер ретіндегі көп жылдық қызметінде
кейіпкеріміз қол жеткізген түрлі жетістіктер жөнінде ұзақ әңгімелеуге болады. Әсіресе оның Қазақстан стоматологиясын өркендетуге айрықша үлес қосқан қаншама қызықты жаңалықтар мен инновациялық жобаларды жүзеге асырған басшылық қызметі жайында. Жақында өткен Қазақстан стоматологиясының 60 жылдық мерейтойында біздің кейіпкеріміз Мүсілім Дайырбековтің ең атақты отандық мамандардың ортақ шешімімен Қазақстан стоматологиясы тарихындағы жарқын тұлға деп танылуы соның айғағы. Сондықтан Мүсілім Дайырбековтің есімі шынайы маман, шебер басшы ретінде тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі және болашақ стоматологтарының есінде мәңгілік сақталады. Нарықтық экономикаға біз көштік. Бұл кезде осы Мүсілім Дайырбеков сияқты бұлай білгір, өзінің бұлай ұйымдастырушылық табиғаты мықты, адамгершілігі мықты жігіттерге жол ашылды. Вот тогда, когда на заре мы решали проблему становления новой цивилизованной стоматологии, то Муслим Дайырбекович, он был в первых рядах. Он в первых рядах поддерживал нас. И это было же совершенно такое сложное время, это было трудное время. Трудно было осмыслить вообще, что будет впереди. А Муслим Дайырбекович, он не побоялся взять на себя такую решительность и такие глобальные задачи, решать такие глобальные задачи, как вообще совершенно перестройку твоего действительно профессионального интеллектуального мышления. На моих глазах он в 35 лет уже заслуженного врача республики получил. Как врач-стоматолог он очень сильный. Прекрасный врач-стоматолог, ортопед был, зубной техник, техническую работу прекрасно знал. В свое время он был одним из лучших. Но как организатор он, конечно, огромная личность. Как он, организатор у нас в стоматологии не было. И до сих пор, можно сказать, нету. Потому что все становление стоматологии шло, можно сказать, от него. Вот в 1971 году имелась только одна стоматологическая клиника в городе Алматы. Первая городская, это вот на Ленина, 46. И вот после этого вот мы начинали там, работали какое-то время. Потом Муслим Дайырбекович стал бороться, чтобы открыть, что город очень большой и необходимо было дополнительные, как говорится, кадры, чтобы решать проблемы стоматологии. Выйти на такой уровень, чтобы, допустим, даже открытие любой не только стоматологии, любого нового предприятия или учреждения требовалось, конечно, согласие Москвы. Это советское время, естественно. И вот его уровень настолько был высок, что он находил выходы и на министра, сначала, естественно, на наших, и потом на московских. Я видел очень много, очень влиятельных больших людей из Москвы, которых он прекрасно знал. И вот открытие вообще вот, по организации стоматологии, я имею в виду, вторую стоматологическую поликлинику открыл Дайырбеков. После этого уже стало проще, когда были изменены планы. Мысалы, мына 76 жыл мынау Кеңес одағының қаулысы шықты. Осы бүкіл стоматолог дамыту жөнінде, бүкіл Совет Кеңес одағының бойынша. Соның ішінде бізге определен жаңағы бір өзінше бір жаңағы норма берді. Қазақстанда 5 жылдың ішінде 37 стом поликлиника ашуымыз керек. Әрбір қалада, әрбір ауданда, әрбір облыстың орталығында деп. Вот соған ат салысқан осы Мүсекең. Осы стоматология саласында белгілі тұлға деп есептеуге болады, өйткені әр саланың өзінің белгілі қайраткерлері бар, соған үлесі қосқан адамдары бар. Его заслуга огромная. Он воспитал всех тех людей, которые стали в будущем руководителями стоматологических клиник, организовывали эту работу. В том числе я сам. Я позже стал главным стоматологом города Алматы, много лет проработал до пенсии. Обычно, чем старше человек, он уже труднее обучается новому. Но у Муслима Дайырбековича путливый от природы ум, которому он не дает отдыхать. И поэтому, когда вот появляются какие-то новинки в Казахстане, в частности, вот, например, когда внедрялись новые технологии по протезированию, по новым материалам, металлокерамика, которая масса была, это он был как раз первым, который внедрял в Казахстане эту методику.
Более того, он всегда интересуется. Прежде всего, надо сказать о том, в основе всего, наверное, лежит, что он большой патриот Казахстана. Он все время болеет за народ, за страну, о том, чтобы наши стоматологи не отставали. Дает какие-то рекомендации иногда. По роду деятельности приходится очень много ездить за пределы Казахстана. И он всегда интересуется, когда вот я возвращаюсь с командировок, а что там нового? А почему бы нам это не внедрить в Казахстане? То есть это вот как раз очередное подтверждение тому, что он очень болеет за нашу специальность, за стоматологию. И я думаю, что он очень веское слово сказал. И еще, наверное, впереди много будет с его стороны предложений именно в нашей сфере, в стоматологии. Мы являемся членами Всемирной Федерации стоматологии Казахстана. И вот ежегодно в одной из стран мира, в основном в столицах, проходит Всемирный конгресс стоматологов. И вот опять удивляемся, как вот он, допустим, на Кубе или, допустим, в Бразилии или в Южной Корее, куда бы мы ни приехали, встречают его отдельно. У него знакомых по всему миру получается. Как вот это умудряется он делать, я просто поражаюсь. Ну как вот этот феномен объяснить, просто не могу понять. Но авторитет его, конечно, в международной стоматологии тоже огромный просто. Ну, его заслуги просто в стоматологии, они незаметны, может быть. А один только его авторитет, его одно имя, и нас уважает везде. Жастық шақтағы ең жарқын әсер адамның бүкіл өмірінде өз ізін қалдырады. Біздің кейіпкеріміздің де жастық шағындағы дәл осындай спортқа деген құштарлық, соның ішінде боксқа деген сүйіспеншілік мүсілім өмірінен өз орнын алды. Алғаш танысқан сәттен ақ боксты құлай ұнатып, ақыры ол оның өмірлік серігін айналды. Болашақта осы боксшылық машығы мен көше қақтығыстарында жинаған тәжірибесі қаншама қиындықтардан құтқарып, небір қатерлі сәттерде әрқашан жеңіс тұғырына көтерілуіне мүмкіндік берді. Спорттағы алғашқы жетістіктері, алған марапаттарының бастауы ауыл балаларына араша түсіп, арасынан оза шауып, көше бұзақыларымен белдесуінде қайтпас қайсарлығында болды. Келе-келе боксқа деген құштарлығы қамқорлыққа ұласып, мүсілім күні бүгінге дейін бұл ғажайып спорт түрінен өз уақыты мен қаржысын аяған емес. Соған орай бірде атаңызға айналған әйгілі боксшымыз Серік Қонақбаев Казахстанская правда газетінде берген көлемді мақаласында Мүсілім Дайырбековті Қазақстан боксының бой тұмары деп атайды. Бұл сөз жоқ лайықты баға. Мысалы, әдебиетте біздің Мұхтар ағамыз болса, мына білімде Қаныш ағамыз болса, мынау әдебиетіне де Абай атамыз болса, батырлықта Бауыржан атамыз болса, ағамыз болса, сол сияқты спортта да үлкен чемпиондарымыз бокстан, күрестен, басқа түрден қазақты неге танытып келатыр дүние жүзіне. Сол біздің намысты жыртып жүрген сол бауырларымызға мен шын жүректен әлгі не болам, әлгі демеуші болып жүрдім. Себебі боксқа көбірек болғаны, себебі дүниежүзілік аренада қазақтың спорттағы бетпердесі бокс болды. Сондықтан боксқа мен бет бұрып, соларды демеушілік жасап, ақылымды айтып, бірге барып жүрім, бірнеше олимпиадаларда, дүниежүзілік жарыстарға барып жүрім. Тек қана сол әлгі, олар да бүгінгі күннің батырлары. Мы особенно сдружились на этой почве. Дня не проходило, чтобы он не пришел ко мне, ни какую-нибудь новость о Серике Конакбаеве, о нашем боксе не рассказал. Серик Конакбаев первый принес золото Европы и неоднократный золотой призер европейских чемпионатов.
И во многом, я думаю, вот в его золоте присутствует участие такого болельщика, как Муслим Дайырбеков. Муслим не был его тренером, как бы. Этот тренер должен или спортивный чиновник должен заниматься так. Он со стороны, он зубной врач, так, что такое. Но вот он душой был предан. Вот. Он ездил за ним на все соревнования. Әрине ол қатты күш береді. Сол ауылдан алыс жерден келіп, сенің қасында болып, ақын айтып, серік жылы сөз айтып, ол әрине күш береді. Мүсекемен мен бірінші рет Москвада спартакиада СССР өткенде сол кезде бір жыл көрдім, таныстым. Бірақ Мүсекең туралы мен бұрын естіген, мен ағам туысқан деп мен білген. Сондықтан сол кезде Мүсекеңді жақсы танимын. Сол кезде мен жас баламын, 19-да жас жігітпін. Бірақ Москвада болғанда, қонаққа гостиницаға шақырғанда, гостиница Москва. Сол кезде Мүсекең қонаққа космонавты белгілі кісілер келгенде, сол кезде сол кісінің бәрі танитын, мен қатты таңғалдым. Олимпиададан кейін осы Алматыда Мүсекең үйде тұрған, 1,5 ай тұрды. Сол кезде мен күткен, осы машина сол кезде Волга берді, бірақ күту керек деп, сол Мүсекең үйде мен тұрдым. Қандай кісі сол кезде мен жақсы көрдім. Кейін қарым-қатынас өте жақын болып кетті, жылы болып кетті. Алматыға сборға келгенде Мүсекең мені ешқашан тастамайтын, артынан сүйрелеп, үлкен кісілермен таныстырып, мен сол үшін өте ризамын Мүсекеңге. Недавно мы говорили о золотых медалях олимпийских состязаний. Боксерская элита мира становится наш спорт, наш Казахстан. И в этом тоже есть доля участия Муслима нашего Дайырбекова. Потому что прокладывал эту дорогу, первые следы на этой тропе оставляли его ученики, вот, в том числе Серик Анакбаев. Сондықтан Мүсекең осы соңғы кездер мен таңғаламын, осы Олимпиада, дүние чемпионаты болсын, Мүсекең өзінің ақшасымен барады, қалмайды, жігіттерге жылы сөз айтып, күш беріп дегенде Мүсекең өте бір сондай бір жас қасиетті бар. Финалдан кейін Мүсекең бүкіл бәріміз команда жинап, Мүсекең өз қалтасынан ақша шығарып, бәрі жігіттерге алтын медальға ие болған, күміс, бронза, тағы қалған жігіттер олардың тренерге осы қалтадан шығарып, өзінің ақшасын премия болып берді. Сол енді қандай Мүсекең өзі көрсетті, ешқашанда қазақ десе ақшасында, уақытында, өзінде аямайды. Он сделал столько хорошего для казахстанского спорта, и, как я помню его, он очень хорошо приветствовал спортсменов, и нам приезжал, привозил нам и козы привозил, икры привозил нам, чтобы мы всегда питались хорошо и были сильными. И я очень благодарен судьбе, что мы встретились с Муслимом Дайырбековичем, и он очень хороший человек. Он пригласил в город Алматы, мы с ним познакомились. К моему удивлению, до сих пор я не знаю, за какие заслуги, он преподнес мне ключи от автомобиля. Такой подарок я не получал даже в далеком Олимпийском 1972 году, когда мы впервые обыграли американцев. С большим удовольствием общаюсь с ним до сих пор. Енді, Муслим аға, мен бүгін сізді туылған күніңіздің құттықтаймын. Көп жаса деп, мына кішкентай сувенирлерді сізге бермекшімін. Шетелде болдым, Стивенсонның үйінде болдым, ол маған келген, мен оған бардым Стивенсонның.
Теофиль. Ол енді дүние жүзіндегі бокста енді үлкен жұлдыз ғой. Оны Стивенсон бірнеше 3 рет Олимпиада чемпионы болды. 7 рет дүние жүзінің чемпионы болды. Ол кезінде оған ешқандай оман әлге не болмады, теңдесі болмаған спортшы. Оның үйінде де болдым, иә. Олармен жақындастырған, олармен достастырған да осы бокс. Мұсекең үлкен патриот. Оны неден байқайды дейсіз ғой? Ол 8 олимпиадаға қатысыпты. Ал 8 олимпиадаға өзінің кәдімгі қалтасындағы қаржысымен барып қатынасып, содан кейін сол олимпиадаға барған қазақ спортсмендеріне сүйеніш болу, моральды қолдау жасау, ол әркімнің қолына келе бермейді. Мұсекеңде осындай қасиет бар. Ол қасиет меніңше, ол арғы Төле би атасынан бері келе жатқан қанында бар қасиет қой деп ойлаймын болсын. Сол қасиеттің арқасында Мүсілім Дайырбеков қоғамда кең белгілі тұлғалардың бірі. Сол кезде 1980 жылғы Москва олимпиадасынан бастап 2016 жылғы Рио олимпиадасында ешқандай олимпиададан жібермей, барлық олимпиадаларға Қазақстанның боксшыларына қолдау көрсетіп, олимпиада чемпиондары болған үшін құттықтап, қалталарына премиясын салып, поддержка жасаған алтын ағама, Муслим ағама рахмет айтамын. Алға Қазақстан! Алға Муслим аға! Бүгінгі күні атаңызға айналған отандасымыз Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының есімі әлем тарихында нағыз ерлік пен көрнекті әскери шеберліктің үлгісіне айналды. Және бұл көптеген әдеби шығармалар мен туындыларда көрініс тапты. Сондықтан 20 ғасырдағы ең атақты революционерлер, атап айтқанда Фидель Кастро мен Че Гевараның оны айрықша құрметтеп пір тұтқаны тегін емес. Міне сол ғажайып адам өзінің бірбеткей қатал мінезіне қарамастан біздің кейіпкеріміз Мүсілім Дайырбековті ерекше құрметтеді. Соның арқасында Мүсілім танымал тұлғамен жиі араласып, әрбір кездесуде оның ерекше ерік жігері мен ақыл парасатынан күш қуат алды. Бауыржан Момышұлыға мен ол кісімен де табақтас болдым, үйінде болдым бірнеше рет, қонақта да болдық бірнеше рет. Баукең мен барғанда обком хатшысы деді, бір министр деді, бірталай адамдар отыр екен. Мантып Қалдыбаев бар, одан кейін Нұршайықов әлгі кітап жазған. Баукең туралы солар бар. Сонда ол кісі жаңа үкімет басшысында отырған адам бірігеуіне галстук байла деді. Сын. Сөйтіп екеуі де байлай алмай қалды. Одан кейін маған берді, мен байлап бердім. Бір 2-3 түрін көрсеттім байлаудың. Одан кейін күлді. Сөйтіп отырып, енді анау нелер дірілдеп қалтырап жауап береді. Мен барлық сөздеріне тіке жауап берем, қалай. Соған айтты, мынау тегін емес қой деп. Сөйтіп бұл бір айтты, Төле бидің бәсе әлгі тегін еместігін көрсетіп отыр деп. Қалжыңдады. Баукең Мүсілімге қарап сынағысы келіп, Мүсілім ол кезде жаңадан қарны шыға бастаған еді. Қарнын қолымен сипап, мынаның ішінде не бар деді. Мүсілім мырс етіп күліп, оның ішінде алтын бар аға деді. Сөйтіп еді Баукең, бұрын алтын тіс, алтын сағат деген сөз болушы еді, енді алтын қарын деген жаңалық шықты ғой. Деп күліп, Баукеңге, Мүсілімге қатты риза болды. Бұл кеңшіл, өзі өте бір көпшіл адам өзі сондай. Біз енді өз мамандығымызда біліп, ешқайда шықпай, кабинеттен шықпай, өз мамандығының жағдайларын білетін болсақ, бұл азамат бүкіл Кеңес одағындағы азаматтардың бірі. Ол врач болсын, ол жаңағы құрылысшы болсын, ол жаңағы космонавт болсын, оның барлығы, бұның адамгершілігі, жақсы адамды тани білгендігі, көпшілдігі осының бәрі кездестіріп отырғандығы. Жұртпен қарым-қатынас жасады, үлкен адамдармен, ол кісі тіпті космонавттардың бәрін біледі.
бұл сол космонавтар одағының мүшесі өзі. Ана ешкім бара алмайтын ана Жұлдызды қала деген қала бар Москваның түбінде. Мүслім ағамыз ол жерге қалай болса солай есігін ашып оңды солды кіре беретін ол кезде. Көрдіңіз бе? Ол космонавт жөнінен тағы айта кету керек, біздің қазақ халқына ол өте бір үлкен бір сыймайтын зат ол. Қазақтың врачы, азаматы, мүсігім, сол космонавтар одағының ішінде мүше бөлу, солармен бірге араласу, сол кездерде өте енді айта кету керек, ол көңілге, мынау кеудеге сыймайтын жағдай. Очень начитанный. И мне с ним, знаете, в каком плане нравится беседовать, потому что я много познаю жизнь через вот призму его суждений, в процессе диалога. Ну и вообще он разносторонний человек. Нет, наверное, темы, которую он не коснулся. Иногда бывает случайно, мы разговариваем на другие какие-то темы, и Муслим Дарбекович начинает такие свои энциклопедические познания вот выкладывать. Сидишь и просто восхищаешься. Абсолютно все у него логично. Все это у него идет закономерно, он дает объяснение любому фактору, и вообще у него на все своя точка суждения, то есть это масштабная личность. Кейіпкеріміз 1938 жылы 28 қыркүйек күні оңтүстік Қазақстан облысындағы Георгиевка ауылында қарапайым жұмысшы отбасында дүниеге келді. Ата-анасы сүйкімді баланы Аба Мүсілім деп атады. Бұл азан шақырылып қойылған аты. Өкінішке қарай, біздің кейіпкеріміздің балалық шағы 20 ғасырдағы ең қайғылы оқиғаға, дәлірек айтқанда, екінші дүниежүзілік соғысы кезеңіне сәйкес келді. Бірақ қалай болғанда да, кейіпкеріміздің ерекше қабілеті мен ой санасы осы кезде қалыптасты. Аштық, жоқшылық тек бұл Мүсілімнің отбасына ғана емес, сол кездегі барлық адамдарға ортақ жағдай еді. Күн сайын өмір үшін күресуге тура келсе де, олар ешқашан жаңа, жарқын күндерден үміт үзген жоқ. Балалық шақта енді соғыс кезі қиыншылық, ашаршылық, мына соғыстан әлгі көп ұлттарды бізге алып келді. Мынау Әзірбайжандар, түріктер келді, шешендер келді. Онан кейін мынау Украинадан еврейлерді алып келді. Біраз сол көп халықтар сол біздің ішімізге кіріп, бізбен бірге тұрып, оларда қиыншылық көріп, бірге тұрдық. Сол ел деген енді қиыншылықта болды. Соғыс кезінде ағайындардың, еркектердің бәрі соғыста болды. Сол енді есімде біздің аналарымыздың, ауылдағы әжелеріміздің, ауылдағы сол ағайындардың кілең нелер әлге. Солар енді колхоздың барлық жұмысын атқаратын, трактор айдайтындай ел, еркектің жұмысын бәрін әлге атқаратын әйелдер болды. Біздің аналарымыз қиыншылықтың бәрі әйелдерге, аналарымызға түсті. Солар естерімде түсіп, сондай аянышпен қараймын енді. Жастық шақ дегенге не жетсін енді, жастық шақ ең ыстық күндер. Енді мынау пейзаж дейді ғой, мынау қарағанда, бір қарағанда көрінісінің өзі адамның көңілін тойғызады. Бізде кішкентай Көкарық деген өзен бар, сонда сай. Мен содан, сол сайдан бұлай кетсімді, бұлай өзімді жүгіріп өтетіммін. Сол кейін есейгенде елде бірнеше жыл болмай, кейбір кезде өтіп бартында тура сөргегенде жүгіргім келіп тұрады. Айналама қарап қойым тағы біреу. Мынаған не болды жүгіріп деп, ойламасын деп. Ешкім болмаса жүгіріп өтім. Біз Мүсіліммен бірге оқыдық. Алғашқы күннен байқағанымыз өте қорқу дегенді білмейтін намысшыл, енді сыныбымыздағы көшбасшы бала болды. Өзі сөзді де тауып сөйлейтін, кейде
көше болып төбелесіп қалатын балалар. Сонда мүслім талай рет жекпе-жекке шығып, бәрінде жеңетін. Бізден негізі жас күнімізде Шымкентте болсын, елде болсын, бізде жекпе-жекке шығатымыз, төбелеседі. Мен 8 түрден разрядым болды. Жүгіруден 100 метр, 200 метр, мына толкание ядро дейді, прыжок в высоту, прыжок в длину, оның бәрінде жоқ. Секіруден мен разрядым болды. Мен спортқа бейімдеу болдым. Кейбір балалар мықтысынып, әлсіз балаларды күш көрсете бастағанда мүслім ара түседі. Осындай мүслім бала кездің өзінде мейірбан болатын. Мүслім жас кезінен бір ерекше, өзі бауырмашыл, жанашыр. Бұл кез келген кісінің тілін тауып, қай ортада болса да сол ортаның бір сыйлайтын азаматы болып жүреді. Я помню его отца, мы приезжали под Чемкент, в село, где аксакал такой, небольшого роста, но очень мудрый, учил нас по-своему, передавал нам опыт своей жизни. И вот я у него запомнил тогда бата такой он давал. После каждого застолья он обязательно об этом говорил. Он так и завершал. Давай бата. Сначала называл страну, а потом уже нас, всех себя, в том числе. Он говорил, что еліміз аман болсын. Еліміздің ішінде өзіміз де аман болайық. Аумин деп осылай бітірген. Здорово это. Это не советская власть, конечно, ему дала вот такой наказ. Сначала страна, а потом ты. Но это идет издревле еще, из глубин веков. Әкем, енді біздің әкем шындығында қатал адам болды. Қанша қатал болғанменен жүрегі жұмсақ, ар жағында зілі жоқ еді. Енді үлкен әлгі юморы бар еді. Қайтыс болатын алдында тұры бір сағат бұрын мамамнан, анамнан қалжыңдайды. Сен анау жаман кемпір, сен әлгі пенсияға, сен әлгі пенсия бергенде мен өтірік қағаздар дайындағам. Соның бәрі мен айтам, өкіметке барып айтам, сен пенсиядан алдырып тастайым деп. Сол мамам сол қорқып отыр дейді жаңа, неберелер күлетсе, өліп қалады деп отырған жоқ, мына қорқыр шалмен шынымен пенсиядан алдырып қойма деп, соны уайымдап отырды дейді ауылдағы. Сондай өзі юморы бар адам еді, сол қайтқанға дейін. Сонда анау пищевой отравлениеден кетті, тамақ отравление. Сонда әкем ішін жуғызбады, мен 93-ке келдім. Атам Төле бидің жасына келдім. Одан артық жасағаным ыңғайсыз болар. Мен ол дүниеде мені достарым күтіп отыр. Одан кейін мен Құдайға ризамын. Еліме ризамын. Осындай адам өзін бақыттымын деп санайды, егер ұрпағы көңілінен шықса. Мен ұрпағы көңілінен шықты. Маған одан қандай бақыт керек. Алдаспандай жарқылдаған жастық шағында мүсілімнің атағы жер жарды. Бұған себеп, біріншіден оның қызу қандылығы болса, екіншіден рингтегі жарқын жеңістері. Сосын әрине өзінің көпшілдігі мен туа біткен көшбасшылық қасиеті. Міне осылай мүсілім есейе келе нағыз тартылыс ошағына айналды. Оның айналасына әр түрлі қызықты жастар тез жиналады.
Солардың ішінде бірден көзге түсетін сымбатты жігіт болды. Ұзамай Асанәлі сымбатты тұлғасы мен табиғи талантының арқасында бүкіл кеңістіктегі ең танымал актерлардың біріне айналады. Енді мынау Мүслім дегенде сонау 1955 жылдары есіметсем. Ол Түркістандан, мен Кентаудан Алматыға бірге келдім. Сол пойызда товарымен бірге келіп ектеп, қалжыңымыз жарасқан. Бір топ жігіттер Түркістан округынан, Кентаудан, Төле биден, сол жерде аудандар бар ғой, Шымкент. Содан Алматыға жиналдық. Ол Мүслім деген өзі спортивный, сондай спортпенен шұғылданған мығым жігіт. Солардың лидері осы Мүслім болады. Жан жақты қарым-қатынасқа, достыққа берік сондай жігіт. Адам өзін бақыттымын деп санайды. Бақытсыз адам бірінші сүйген жары ақылсыз болса, үлкен бақытсыздық деп санайды. Менімше, мұны бала шағасы әлге көңілінен шықпаса, Құдайға шүкір, менің бақытым да, менің де осы балаларымнан осы Нелі, мен бақытымда. Себебі балдарды тәрбиелеген Нелі, оны да Құдайға мың бір есе шүкір, осындай Нелімен тұрған әрбір минутымда, сағатымда да осы семьяда тұрғаныма мен бақытым деп санаймын. Құдайға шүкір осындай адаммен мені бірге қосқанына. Я из Сибири, город такой краевой центр. Бабушка с дедушкой у нас жили. Бабушка, в общем, у меня был выбор по окончании школы. Или поехать в Новосибирск, или поехать в Алмату. Но бабушка очень меня просила, вот, умоляла даже, обязательно едь в Алмату. Вот она хотела, чтобы я вышла замуж именно за казаха. Самая первая встреча, у нас был перерыв между лекциями. Университет тогда был на Кирова, улице Кирова и Панфилова. Здесь старое здание университета. И вот мы с подружкой, Таня Сиротина была такая хохотушка, вышли в перерыве посидеть там. И вдруг проходят два парня, сели рядом на скамеечку. И один из них начал показывать фокусы. Вот фокусы показывает, а моя подружка сидит, хохочет. Я ее толкаю, неприлично, ты не обращай внимания. Она продолжает хохотать. И затем они видят такое внимание и подошли и стали фокусы показывать. Вот так завязалось знакомство. Енді Мүсекең мына юморға бай. Бұл қасында жүргенде әңгімесі таусылмайтын студент кезімізде. Бір жаққа асығып тұрсаң, енді тоқтай тұр. Кішкентай қалып енді аяқтайын дейтін. Потому что этого ни у кого не было. Каждые вот ребята подходят, завязывают знакомства, что-то делают, а чтобы фокусы показывать, такого, в общем, никогда не было. Вот этим он привлек внимание к себе. Ну, в общем, у меня была подруга Рая Жаймагомбетова. Она говорит: Нель, ты что, замуж выходишь? Я говорю: да. А за кого? За муслима, что ли? Я говорю: да. Ты что, не знаешь, что он чемкенский? Я говорю: ну и что? Я, в общем-то, из России приехала. Мне было без разницы, кто откуда, кто из Чемкента, кто из Гурьева. Я говорю: а что? Какая разница? Да они же, знаешь, вот ты посмотришь, увидишь, потом меня вспомнишь. Они же кушают, а потом кости кидают, вот их снохи обгладывают. Вот такие были страшилки. Конечно, то, что говорила моя подружка, далеко не так, несмотря на то, что южане, чемкенские, вот не было такого, как в Тамаше показывают, как, в общем, есть такая
скрытая, что ли, интеллигентность. И никто не обращал на мой внешний вид, на мое короткое платье. Муслим, ну, тогда тоже носили короткое платье, стриженные волосы. Так я и поехала. А бабушка с дедушкой так вот встретили, как полагается, без всяких замечаний, не накидывая ни орамал, не критикуя мое короткое платье. Вот завели меня в комнату и сказали: Айналайн, ты сиди в этой комнате, а то сглазят тебя, костей. Свадьба было такое, сейчас его даже нет, я не помню, какое кафе на улице Ташкентской. Мы люди были скромные, студенты. Енді мүсекең бір адамның көңілін қалдырған емес. Біреуге өзінің кеудесін көтеріп, мен осындаймын деген адам емес. Өте кішіпейіл. Мен өмірімде бір өзімнен әлгі әлсіз біреу тұрған емеспін. Даже мен де бір 20-дан асық мен бокс рингке шықтым. Мен мына слабый болса, оны қатты ұрмауға тырысам. Мен өмірімде бір мал сойған емеспін бірдеңке. Мен мынау әлгі аңға да шыққан емеспін. Мен балықтан басқа неған емеспін аңға. Себебі мен аяймын оның бәрін шындығында. Мен еш уақытта біреуге жаманшылық жасап, біреуге қиянат жасап, мен жаманшылық жасағанды да, жауымды да, егер болса шын, менің жауым жоқ, болса да соны жақсылықпен жеңгім келеді. Сол бәрін ойлап, келістіріп жатсам, сол жас кезінде де, мынау енді орта жасқа келгенде де, әліге күнге шейін адамгершілігі муслимнің өте күшті. Мен ешкімге жаманшылық ойламаймын, даже маған жаманшылық ойлағанды мен бәрін енді Құдай өзінің орнына қояды бәрі. Мен ешкіммен өш алайын, әйтпесе біреуге жамандық ойлам, мен өзі Құдай мынау кейбіреулер түсінбейді. Біреуге жаманшылық ойлайды, осы не қылады. Ол Құдайдың алдындағы лимитті жоюға болмайды. Енді мен ол менің тағдырыма, конечно, менің өте жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Үлкен өсекке де мен көп мән бере бермеймін. Өсекке де, мен сыртымнан өсек айтқан адамдарға да мен ашуланбаймын. Енді оның кейбір жерінде қоспасы да бар, шындығы да бар. Оның ішінде өсек деген өмірдің философиясы. Ол болған, болады да, болып атыр, болады да. Олар өсекке көңіл аудара берсем. Енді әр адамда екі жағы болады ғой, мына жағы да болады. Ылғи жақсы болса, ол да жақсы емес. Бірақ түбі негізі жақсы болу керек, негіз. Сөйтіп жұрттың бәрін сөз болған ғой, бай, бұйырды барлық мәселені шешетін мүслім, анау шешпейді, мынау шешпейді. Сондай әңгімелер көбейіп кетті, сондай майда шүйді. Бірақ оны көрерменшілердің теріс пиғылында туғызды бұл әрекет. Мысалға, облыстың басшылары барып кіре алмайтын жерге бұл кісі кіріп кетеді. Одақтық министрдің үйіне барып, жаңа кәдімгідей достық қарым-қатынас жасап, әлгі бірге жүреді. Мені осының бәрі кейбір азаматтардың әлгі сол теріс пікір туғызып, қызғаныш оның негізі осылай болды. Үлкен сонда мен барам, жасап берем, анау келеді, мынау келеді. Соның бәрі жоғары жаққа жетеді. Сөйтіп жетеді да кейбіреулер енді азаматтар, біреулер енді бұлай үлкен қызғанышпен қарады. Соның бәрі өзіме таяқ болып тиді. Сол кейбір нәрселер.
тұтқындалатындығы туралы қорқынышты хабар Мүсілімді де, оның барлық жақын туыстарын да тығырыққа тіреді. Қоғам қаржысын мақсатсыз жаратты деген түсініксіз айып тағып, оны дереу қамауға алды. Тіпті тағылған айыпты түсіндірген де ешкім болған жоқ. Қысқасы, тергеу ісінің асығыс жүргізілуі, Мүсілімді бірден түрмеге қамауы, басынан бастап-ақ бұл істің артында өздеріне ұнамайтын адамнан тезірек құтылғысы келген белгісіз күштердің тұрғанынан аңғарды. Дедушка перенес, но он, знаете, вот философски жизнь воспринимает. Старый, мудрый человек, он говорил, что все это временное явление, что Бог посылает испытания для сильных людей. Вот как он выдержит, дескать, и в дальнейшем его судьба так и сложится. Ну и оказалось, это правда. Әкемнің батасы, Құдай, сен де айнан балам, мен саған сенем. Сен аман есен келесің. Әлі де шоқтығың әлде бұдан да жоғары болады. Қамықпа деді. Бывшие вот в Мордовии такие страшные лагеря, сталинские. Едешь по, допустим, по железной дороге, в окно смотришь, и с правой, и с левой стороны колючая проволока. Страшно, конечно. У них есть такие правила, при переводе из одной в колонии в другую родственникам дают свидание обязательно. И когда я ехала за ним, вот представляете, мы сначала в Москву, потом в Самару, потом Липлей, потом Потьма. Это, в общем, где на поезде, где на машине. И вот приезжаешь, и свидание отказывают. И начинаешь вот ходить по кабинетам, доказывать, что вот существуют какие-то правила. Это, вот когда вспоминаешь, и обида до сих пор как-то неприятно. Все, конечно, забывается, но когда начинаешь говорить, это все всплывает. Очень это сложно. Сол енді мені кеміту үшін, не үшін бандиттердің ішіне апарды кілең. Мен анау высший мераға кесілгендермен отырдым. Высший мера дейді ғой, ең жоғарғы. Өлім жазасына бұйырғандармен бірге отырдым. КГБ-нің адамдарын, талай адамдар допрос жасап оны қиналдырып, ол сол уақытта сынып қалмай, адам болып, жігіт болып қалғанына мен до сих пор удивляюсь. Мен Москваның барлық түрмесінде отырдым. Бутыркада отырдым, КГБ-нің түрмесі, Лефортовада отырдым. Оның кейін әлгі Матросский тишинада отырдым. Оның кейін анау неде де отырғанда да бандиттер да келеді. Оның кейін мен оларды, егер мен ішіңбе тимеймін, олар шектен шықса, өзінің қаруыман оларды орнына қоям. Қара күшті де күшпенен ақыл бірге жүрмесе болмайды. Сонда ол сазайын бермесең, ол өте қиын. Егер мысалы көрдің, олар көрді, мен ұрып жығалатынымды көрді, менің ешкімге тиіспейтінімді көрді. Егер орнымнан тұрсам, бірдеңе жасайтынымды көрді, ешкімге жаманшылық жасамайтынымды көрді. Мен сондықтан сол қасиетімді көрген екен, олар да менің алдыма шықпауға тырыстым. Сол Мордовия жеріне жер алды, сол жерде колонияда болдым. Сонда бірінші рет көрдім ол кісіні. Өте абыройлы болды ол колонияда, өте абыройлы болды. Тіпті мына сотталғандардан басқа администрацияның өзі ағамызды өте қатты құрметтеді, сыйлады. Және ағамыз адал болды. Адал болмасаң да тек қана жаңағы күштімін деп жүрсең де құрмет алу, баға алу өте қиын ондай жерде. Адалдық, тазалық, шыншылдық керек. Аға кез келген уақытта өз адалдығын, шындығын кәдімгі нақ айтып жүретін адам еді. Мен менің телердің алдында мынандай жағдай болды. Жалпы
біздің колонияда 15 жылға сотталған бір өздерінше жаңағы не дейді ғой жаңағы бір бандит енді зонада жаңағы атағы шығып жүрген колонияда Яшин деген. Соны ағаға тиісіп қоймаған ғой. Бір емес, екі емес. Бір күні аға шыдай алмай, жаңағы қасындағылармен қуып жүріп сабаған. Ағамыз жаңағы Яшинді, кәдімгі авторитетный жігітті қуып жүріп сабап, тепкілеп жаңағы қасындағыларды. Сөйтіп жаңағы екеуінде апарып жауып тастаған буырға. Сол жаңағы Яшиннің өзі бір 15 жыл отырған жігіт, сол сұрауға жақындап қалған екен өзі, босануға. Содан ол жігітті қайтадан жаңағы зонаға көтермей, жаңағы буырға жапқан дейді. Сол буырдан тағы да жаңағы төбелесіп болады, тағы да жаңағы разборка дейді ғой, енді сондай бола ма деп, сол буырдан шығармай, сол буырдан жатқан жерінен өлеға шығарып жіберген ғой. Мүслім ағадан қорқып. Алла қиыншылығын адам баласын сынау үшін берген. Жеңе ала ма, осыдан өте ала ма, жоқ тайып кете ма деп, жеңу керек. Міне сондай жігіттің көрегі. Талай ас өзіндерге көмектесіп бұл. Кейбіреулері уайымдап, ойлап, солардың көңілін көтеріп, жұмыс жасап. Сосын келе сала маған әдемі бір киім алып берді, жаңағы киіндірді, және өте маған өте жақсы қарады жаңағы. Күніге болмаса да күнара менің жағдайымды біліп кетіп тұрды жаңағысы. Қалың қалай жақсы ма, нең жетпей жатыр, сабының бар ма, темегің бар ма, тамағың бар ма деп. Ол жалғыз маған емес, жалпы сол жердегі біраз азаматтарға, сотталып келген азаматтарға көмектесті. Ылғи аға туралы жақсы сөзін, жүрегі жарты сөздерін ылғи тастамай айтып жүреді. Өмірдің небір өткелектерінен өтіп, қиындықтарын көрген кейіпкеріміздің алдынан тағы бір үлкен сынақ шықты. Атап өтер жайт, ол 6,5 жылға созылған қауіпті қылмыскерлер арасындағы тіршілік тілін тез меңгеріп, басқаларды өзіне бағындыра білетін ерік жігері мен ерекше қабілетін тағы да танытты. Сонымен қатар өзінің кәсіби қызметінде жалғастыра білді. Жәрдем сұраған адамдардың бәріне көмек береді. Мейлі ол тұтқын болсын, немесе түрме әкімшілігінің қызметкері болсын, нағыз маман ретінде қолдан келген көмегін аяған жоқ. Сөйтіп Мүсілім өзінің ерлік мінезі мен адами қасиеттерімен суық түрме өмірін шуаққа бөледі. Барков деген генерал болды енді. Кейбіреулер жамандайды ғой, бірақ мен орыстардан жаманшылық көрген жоқпын. Кейбір кезде шақыратын, шай ішетін біз ана түрменің бастығы. Мына К буква сияқты анау түрме Лефортованың түрмесі Екатерина салдырған екен. Сонда жаңа Барков шақырып, бірталай адамдармен, генералдармен осы айтады, сен біраз нәрсе сен неңді білеміз әлге, сенің өміріңді хабарымыз бар. Осы қанша жерде, қанша әлге неде жүрдің, ең қиыншылық не деп саған? Қолың сынды бірнеше рет неден әлге төбелестен қанша рет. Ең қиын не болды саған деп. Мен айттым, адамды ең қиын менімше ұлттық тілден айыру деп. Ол айтады, сен орысша жақсы сөйлейсің ғой дейді. Неге? Мен айттым, жоқ, мен қай тілде жақсы сөйлесем де, менің жүрегімдегі тіл өзім ана тілім. Сондықтан маған ең қиын сол ана тілден ажыратқан дедім. Мен мына қиын төбе мынаның бәріне маған тік емес дедім. Бәрі көкірегін ұстады. Мен мысалы айтам оларға, мынау кейбіреулер мен ешкімге орыс халқы дейді, великий русский язык дейді. Мен ешкімнің тіліне қарсылығым жоқ. Каждый язык велик для своего народа.
любовь к другому языку, другому народу лежит через сердце своего народа. Поэтому маған ең қымбаты, поэтому мне самый дороже нет, чем родного языка. Таңғалды. Бұл оқиғаның ең сорақысы сол, әу бастақ әртүрлі заң бұзушылықтармен басталған іс, қаншама өрескел қателіктерге қарамастан, Мүсілім қашан түрмеден шыққанша толастаған жоқ. Таңылған қорқынышты айыптан құтылу қиын екенін түсінген Мүсілім, бұл сынақты да мойымай, ерлерше көтеруге шешім қабылдады. Соған орай, бостандыққа шыққан соң одан көптеген адамдар, дегенмен өзіңізді жазықсыз сотталдым деп санайтын шығарсыз деп жиі сұрайтын. Бұл сұраққа Мүсілім әрқашан, мен өзімді ешқашан жазықсыз періште санаған емеспін. Мүмкін менің іс-әрекеттерімде де қателіктер болған шығар деп жауап беретін. Бірақ қалай болғанда да, осындай қолдан құрастырылған айыптауларға бола 12 жыл түрмеге отырғызуға үкім шығару шектен тыс ауыр шешім еді. Ақыры Мүсілімнің мерзімінен бұрын бостандық алуы соның айғағы. Впоследствии эти все обвинения сняли. Но вот несмотря на это, его представили как врага народа. Ну, а были люди, которые, несмотря ни на что, приходили, оказывали внимание. Много было этих людей. И хороших, и которые показали себя не с очень хорошей стороны. Ну, даже мы тоже не виним. Все люди, у всех семьи, у всех это. Впоследствии все мы общаемся со всеми. Нет таких вот у нас злобы, вот когда-то ты себя неправильно повел. В общем, все забылось. Надо жить настоящим днем. Все прошлое, это осталось в прошлом. В настоящем все хорошо. Надеемся, что будет лучше. Мен ойлайым, олар дегенде жетті уақытысында. Бірақ шын мәнісінде тарих кімді қазір қадірлеп құрметтеп отыр? Тарих қазір Мүсілімді қадірлеп құрметтеп отыр. Оның адамгершілігін, кісілігін, үлкен қасиетін. Бұған қарсы шапқан жаулары аяқтан басылып өзін-өзі жоқ болып кетті. Ну вот из тех испытаний Муслим вышел, не потеряв веру в жизнь, не потеряв своего оптимизма, жизнелюбия, друзей своих. Это же очень важно. И это говорит о том потенциале, который в нем существует, который был заложен еще его родителями. Бірақ сол қойған аты КГБ-нің. Мен түрмеден шыққанда Димаш Ахметовичке звондадым. Оны ол кісімен бірге бұрын болған емеспін. Табақтаста ештеңе болған емеспін, мен звондадым. Димаш аға, денсаулығыңыз қалай? Қалайсыз? Бұл сізге звондап, кім бұл кім деді. Бұл алтын адам деген адам дедім. Мүсілім емессің ба деді. Иә дедім. Онда кел деді. Мен айттым, аға, мен бір Москвадан бір достар кепеді, біз анау медеуге сол шақырып қойып ек, сөйерге не қыламыз. Сөйтіп демекің айтты, кел деді. Бүгін кел қазір. Сөйтіп мен анау инжекторды жібердім да ана қонақтарға. Мен өзім бардым. Бірінші кездесуімізде 3,5 сағаттай отырдық. Мен Төле бидің суретін апарып әлгі тапсырдым, үйінде Төле бидің суреті тұр Димекеңнің. Сөйтіп Димекеңге риза болғаным, бір адамды жамандаған жоқ. Бір адамды. Димекең, мен ұлы адамдарды көрдім десем, бірінші көргенім осы Димекең. Димекеңнің ұстамдылығы, Димекеңнің кішіпейілділігі, Димекеңнің қарапайымдылығы өте мен таң қалдырды.
көңілін білдірді. Сонда үлкен қазақтың билері Қаздауыс Қазыбек, Айтеке, Төле би туралы көп әңгімелер айтты. Солардың жүрегі, солардың күші ғой біз өстіп отырғанымыз. Осындай жер тастап кетіп, барлық біздің өзінің солардың ақылыменен, солардың ісіменен осындай жерге ие болып отырмыз деп, ол кісі біраз жақсы сөздер айтты. Алғашқы танысқан сәттен бастап осы күнге дейін Мүсілім өзіне Нелли атты ақ махаббат, ғұмырлық серік сыйлап, бар өмірін нұрға бөлеген жаратқанға алғыс айтумен келеді. Қазір сол кездейсоқ кездесіп, Алматының ескі алаңындағы Аққу кафесінің қасында аққуларға бірге жем шашып тұрған күнді еске алса, оның мөлдір, таза көздеріне қарап, сол сәтті-ақ өзінің өмір бойы іздеген жан серігі Нелли екенін түсініп, жеткен жетістіктерінде өмірлік жан жары Неллидің көп көмегі болғанында әркез мойындады. Самый счастливый день, счастливых дней очень много. Во-первых, когда дети женятся, строят свою семью, когда внуки рождаются, это все, это счастливые такие дни, минуты. Вот их у нас очень много. Когда Муслим вышел на свободу. Маған барлық уақытта да, қиыншылығымда да, мен қиналған уақытта да, осы бала-шағам, мен Неля, осы менің халқым ең үлкен әлгі маған демеу болып жүрген. Менің артымнан әлгі барып, мен ненің ішінде, забордың ішінде болсам, забордың сыртында өзінің әлгі сумкаларын сүйреп Неля жүрді. Сондықтан Неляның енді еңбегін, Неляның несін мен сөзбен айтып жеткізу қиын енді. Оның адамгершілігі, азаматтығы, тазалығы бір-біріне өте сәтті сабақтасқан. Құдай Неляға барлық жағынан берген. Бойды да, ойды да, ақылды да, келбетті де, жүректі де. Соңғы Құдайға мың бір шүкіршілік жасап отырмын. Ол үйде Неля жеңгеміз өте білімді, өте бір қазақтың қыздарының ішінен шыққан мына интеллектуалдық білімі өте биік, өзінің бұлай мәдениеті өте жоғары адам. 80 жыл болды өзі бір әйелмен тұрады. Өзі жолдасың жақсы болып келесі сол бір бақыт қой. Өміріңнің ұзартуы да содан келеді. Өміріңді ұзартады. Күнделікті жағдайыңды жасайды. Сондай жолдастар кездескенде сол адамның бақыты. Сондықтан Мүсілімнің бақыты үйдегі құрдасымыз. Я просто в большом восхищении именно от его супруги. Редко таких женщин встретишь, которые сочетают такое вот обаяние, женственность, и в то же время чувствуется такая большая воля в нее. А несмотря на то, что мы с Муслимом такие разные, в общем, у нас очень хорошая семья, я считаю. Это из законов физики известно, разноименные заряды притягиваются, одноименные отталкиваются. Муслим очень любит поговорить, любит компании шумные. А я немножко другая. Представляете, если бы я такая же была, и мы бы говорили друг другу, не слушали бы, конечно, мы бы ссорились чаще. Он говорит, я его слушаю. Какие-то семейные дела, касающиеся чисто домашних дел, тут он меня слушает, не встревает, как говорится. Он считает, что это, дескать, моя стихия. Мы уважаем друг друга, так что у нас у каждого есть какое-то свое личное пространство, в которое мы не вторгаемся. Поэтому у нас, я считаю, что у нас неплохая семья. Мүсекеңнің үйіндегі мына Неля ханым, Неля жеңгемізде осы кісілер құсап, Мүсекеңнің басына жаңағы жаман уақыт түскен уақытта барлық ненің бәрін тастап, Мүсекеңнің соңынан жүрді. Барған жерінде барып
кездесу ұйымдастыру жөнінен айлап жылдап жүріп Мүсекең жанында болған себебі осы Мүсекең ағамызға сол бір жағынан рух берген, бір жағынан сол жаңағы Алла тағала өзіне бір жаңағы берсе, екінші жағынан айтар едім, осы жеңгеміздің арқамызда, Неле жеңгеміздің арқасын деп айтып кетуге болады. Оның барлығы бізге келешекке ұрпақтарға үлгілі. Оның барлығы үлгілі, оның барлығы көріп отыр, ол кісінің балалары көріп, басқа адамдар естіп жатырмыз, біздер естіп жатырмыз. Осы уақытқа дейін өз көзімізбен көріп жүрміз. Оның барлығы тарихта бір қалатын бір өте бір жақсы үлгі деп айтамыз. Сан қилы қиын қыстау жағдайлар мен оқиғаларды бастан өткізгеніне қарамастан, Мүсілім жас ұлғайған сайын ренжіп өкінудің орнына тұрмыс пен өмірдің мән мағынасы, қайырымдылық пен кешірім жайында жиі ойлайтын болды. Және ұлы жаратқанның шексіз құдіреті мен мейірімі жайлы. Мешіт салу енді әкем бұрыннан айтып жүрген, енді ол уақытта жас болдық, қолымыз қысқа болды. Енді жағдайымыз келгенде сол мешіт әкемнің әлгі сол мешіт сасамыз деген әкемнің арманы еді. Соны енді Құдай бізге орындауға Құдай әлгі нәсіп қылған екен. Соны біз салдық. Әйтеуір інілерім бәрі жерден берді, қай-қайсы болса да. Сол мешітті біз бітірдік. Сол халық жинап, сол әкемнің атын бергізді. Оның барлығын официально шешім шығартты. Халық жазып жүріп, сол әкемнің атында қазір мешіт. Мынау ата, баба ұрықтарын өмірі ұмытқан емес. Мына қазақта айтады ғой, өлі тоймай тірі байымайды деп. Сол ұқсамды ұстанатын азаматтың бірі. Ауылда мұсылман қауымы біраз баршылық, солардың барлығы соған өте риза болды. Мына Құдай деген адам құр қалмайды дейді ғой. Сол мына нағыз Мүсекең. Өрге бізді қуанатынымыз мынау жастарды өшіп жатқан жастарды басқа жаман жолға түспесін, жақсылыққа барсын. Әлгі анау мешіт имандылыққа, үлкенді сыйлауға, ата-ананы сыйлауға, айналаны сыйлауға, таза болуға, өтірік айтпауға, ұрлық жасамауға, жақсы қасиеттерге үйретеді. Сондықтан мешіт ол біздің ауылдымыз барлық жерге қазақ халқына керек нәрсе. Керек. Сол әлгі дінді ұстап, жаман жолға жүріп жүргенін мен көрген жоқпын. Өткен ата-бабаларының рухы мен ұлы даланың даңқты ұлдарымен рухани байланыс Мүсілім ұстанымының негізгі тірегі. Тағы бір айта кетер жайт, Мүсілім қазақ халқының тарихында өшпес із қалдырған әйгілі тұлғаларымыз бен батырларымыздың мемлекет қайраткерлерінің атын жаңғыртып, ескерткіштерін қайта қалпына келтіруге көп үлес қосқан Қазақстандағы белгілі демеушілердің бірі. Ашық ақпарат көздерінен алынған мәліметтер бойынша Мүсілім Дайырбеков атын жаңғыртып, ескерткіштерін қайта қалпына келтіруге өз үлесін қосқан сондай ұлы тұлғалар Райымбек батыр, Өтеген батыр, Жаныс баба, Сәмен батыр, Қабанбай батыр, Бекет ата, Ботбай ата, Шымыр ата, Домалақ ана, Сары бәйбіше, Сыйқым ата, Бес ана, Шымыр ата, Бәйдібек ата, тағы басқалар. Сонымен қатар біздің кейіпкеріміз өзінің атаңызға айналған даңқты бабалары Төле, Әйтеке, Қазбек билердің кесенелерін қалпына келтіруге арналған құрылыс жұмыстарына да белсене атсалысты. Сондай-ақ кейіпкеріміз қазақ халқының ардақты тұлғаларын құрметтеуге бағытталған көптеген іс-шараларға да қатысып, қомақты қайырымдылық көмек көрсетті. Мысалы, қазақ халқының ұлы ағартушы ақыны Абай Құнанбаевтың ескерткішін салуға, немесе Жалайри қоғамдық қорына,
қазақ тарихының көрнекті жылнамашысы Қадырғали Жалайырды еске алуға арналған мәдени іс-шараларды өткізуге, сосын әрине Дінмұхамед Қонаев атындағы қорға. Мүсілім Дайырбеков Қазақстан тарихы үшін маңызды жобаларға әрқашан қолдан келгенше көмек беруге тырысады. Яғни, басқаша айтқанда, кейіпкеріміз үлес қосып, ат салысқан қаншама іс-шараларды жарнамалауды жаны сүймейтіндіктен біз көбіне біле бермейміз. Мен бір қарным ашатын бір жағдайлар бар. Мысалы, қазақтар ондай қазақтың негізі, қазақтың бір ең слабый жеріміз, біз жерге, жүзге, ұруға бөлеміз. Ең үлкен қарнымыз ашатын, менің қарным ашатын жер. Ол өте үлкен біздің сорлылығымыз. Бір тарихтың алдындағы, әруақтың алдындағы, өзіміздің адами парызымыздың алдындағы үлкен бір қаталық. Ата-бабаларымыз найзаның күшімен, білектің күшімен осындай байтақ жерімізді қорғап қалған, аман алып қалған. Олардың әруақтарынан айналайын. Сондай жер тастап кеткен. Соған енді еге болуымыз керек. Қазір сіздерге көп жыл бұрын өткен бір қызықты оқиғаны айтқым келеді. Ол кезде біздің кейіпкеріміз Қазақстанның қазіргі ең талантты ақындарының бірінің, әлемдік деңгейдегі көрнекті қоғам қайраткерінің
шығармашылық өсу жолына септігін тигізгенін өзі де білмепті. Мүслім Дайырбеков менің алғашқы өлеңдерімді жырлаттырды. Мамытбек Қалдыбаев деген жігітті қалып келді. Сөйтіп сол менің өлеңдерімді аудандық газетте жырлаттырды алдыменен. Содан кейін Оңтүстік Қазақстан газетіне барып, соның редакторына айтып, сөйтіп менің алғашқы өлеңдерімді үлкен деңгейде жариялатуға да себепші болды. Мен 16 жасымда бүкіл Қазақстанда шулатқан ақын болдым. Мен қиналып жүрген кезімде аяғыма киетінде киім жоқ. Анамның кебісін киіп аламын кейде. Анам аурушыл, 2 күннің бірінде ауырып жатады. Содан кейін мен сол кезде мынау Мүслім аға маған бір туфли сатып берді. Сонда менің ондай туфлиді бірінші рет киюім. Жалпы менің жолымды ашқан, өміріме үлкен әсерін тигізген қазақтың осы бір дара жігіті Мүслім Дайырбеков. Мен осы адамға ерекше қарыздармын. Әр кезде бұның азаматтығы есімде тұрады. Мысалға мен білім министрі болып тұрған кезімде маған бірнеше рет ол кісі келді. Мына біздің қазақтың азаматы екен, Ресейден келді, еліне оралмақшы, осыған жұмыс тауып берейік, соған көмектес, жататын жерін әлгі пәтерін мен тауып берейін деп біз талай жігіттерді ауыстырып орналастырдық. Новосибирдің бұяқ-бұяғынан, Омскіден, одан арғы жерлерден. Соны кейде мен сұраймын ғой, сіз өзіңіз білесіз бе? Сонда кейде өзі жаңылысып аттарын ұмытып қалады. Енді қазақпын да келіп тұр ғой, оған қалай көмектеспейміз дейді. Мінекей қандай патриоттық сезімдегі адам, қандай адал жанды, таза жанды адам. Мұхаммед Қайдар Дулатидің тарихи Рашиди кітабын шығарды бұл кісі өз қаражатын жұмсап. Енді мысалы алатын болсаңыз, бұл кісі 18 жыл болды осы Мұхаммед Қайдар Дулати қорын басқарып жүргеніне. Ешкім бұл кісінің мойнына ештеме артық қойған жоқ, ешкім қалтасына бөліп беріп жатқан жоқ. Кезінде Асан Басқаров бастап кеткен қоғамдық қордың жоспарында тұрған сол кісінің пайымдап кеткен дүниелердің көбін іске асырды, бәрін іске асырды деуге болады. Оның ішінде үлкен ісі бар, майда істері бар. Бірақ оның бәрі істелген іс-әрекеттер. Оны біз айтуымыз керек, оны біз мойындауымыз керек, оны біз бағалай білуіміз керек. Әлгі неше түрлі әңгіме айтатын азаматтар көп, бірақ іске келгенде ештеме айтпай қалады. Әлгі көлеңкеге кетіп қалады. Тілмен айтылған нәрсені іске асыру жоспарменен оның нәтижесі іске асырудың екеуінің арасында біраз дүние жатыр. Соның бәрін бұл кісі өзінің мойнымен көтеріп, қолымен істеді. Осы қазақ десе музыке жан ашып, қазақты жақсы көріп, осы біздің қазақтар адам болсын, жұмыс, білім алсын, жақсы жұмысқа шықсын, сондай көмектескен мен өзім куә болдым. Сол кезден бастап мен музыканы қатты өте сыйлаймын. Ал осы күнге шейін мен қараймын, музыке өзгерген жоқ, сондай баяғы музыке. Өзі қазақты өзі әкемде бөлмейтін адам еді. Мен қазақтың үлкен ағам, кішісінім деп білем. Одан басқа қазақ жоқ менде. Баршамызға, себебі 27 жылда 1 миллион қазақ елге оралды. Енді қазірде 1 миллион қазақты елге тартуға әрекетті жасап жатырмыз. Соның бірінші қадамын жасаған ағамыз Мүсекем. Құтты болсын. Мүсілім үшін бақыт ұғымы өзіңді қоршаған ортамен тікелей байланысты. Жас ұлғая келе көз жеткізген шындық, айналадағы адамдар бақытты болмай, сен де ешқашан бақытты бола алмайсың. Өзің жақсылық жасаған адамның қуанышты көзін көргеннен асқан қандай бақыт бар? Бұл ол үшін рухани қажеттілік. Мейлі ол облыс аудандарындағы орта мектептерді
компьютерлендіру ме, қариялар мен әлеуметтік жағдайы төмен жандардың тісін тегін емдеу ме, жетім балаларға, сырқаттанған әріптестеріне, көп балалы аналарға қаржылық көмек көрсету ме, немесе әртүрлі өмір қиындықтарына душар боп, баспанасыз қалған адамдарға жәрдем жасау ма, бәрібір. Мүсілім мүмкіндігі жеткенше жәрдем сұраған адамдарға әрқашан көмектесуге тырысады. Ең алдымен әрине әлсіз қорғалған топтарға. Тіпті бүкіл әлемдік індет зардабынан Қазақстан қиын жағдайға тап болған бүгінгі күні де тәжді тажалдан қаза тапқандар саны 1000-нан асып, халыққа қажетті құралдар мен дәрі-дәрмектер тапшы болған кезде Мүсілім Дайырбеков соларды сатып алуға қомақты қаржы бөлген алғашқы жандардың бірі. Өйткені ол ешқашан өз тағдырын ел тағдырынан бөліп қараған емес. Еліміз аман болсын, елмен бірге бәріміз аман болайық деп өзі айтқандай, ең бастысы не жасасаң да жүрек қалауымен жасау. Алайда өкінішке қарай оның да қаржылық мүмкіндігі шексіз емес. Бірақ соған қарамастан сәл жағдай туса, жәрдем сұраған жандарға көмек беруден бас тартпауға тырысады. Өмірде өзің жақсылық жасаған адамның қуанышты жүзін көргеннен артық қандай бақыт бар. Және бұл ол үшін рухани қажеттілік. Айналасына, адам баласына, елдің жақсыларына, елдің азаматтарына, халыққа жақсылық жасауды ойлайтын адам. Сенің өзің Құдайдан не сұрайсың? Мен сұрайтыным, Құдай жолымды аш, әлге бала-шағам аман болсын. Мен де балдарыма Құдай жақсылық жаса, осы еліме, қазақ халқына. Біреу бір жағдайға ұшырап қалса, қиындық көріп жатса, оған бірінші болып жүгіреді. Біз сондай тәрбиеде өскенбіз. Мен бауырларым да солай, әке-шенің тәрбиесін көрген, бауырларым да сол біреуге жақсылық жасасам деп жүрген адам. Аңыз болып кетті ғой аты. Алтын адам деген аңыз. Ал аңызға айналу оңай емес. Тіптен бұлай 100 адамға жақсылық жасағанның өзінде де, 1000 адамға жасағанның өзінде де ұмытылып кетуі мүмкін. Ал бұл 1000-даған адамға жақсылық жасады. Ол және республикамыздың барлық түкпір-түкпірінен келген адамдарға жасады. Во всех мероприятиях, где бы что ни происходило, он везде должен быть в курсе. Если не участвовать, или где-то помочь, или кого-то с кем-то познакомить, и если может, то присутствовать. Вот это все вот муслим. Очень общительный со всеми, и он вот этот заряд распространяет на всех своих друзей и знакомых. Для него не важно, ты из-под Чимкента или из самого Чимкента, или из Алматы, или из другого края Казахстана. Ты прежде всего должен быть человеком, а потом уже из какого ты рода, племени, это уже в третьей степени его любопытства. Это тоже воспитывает тех людей, которые с ним общаются. Сол сияқты мен онымен бірге болғанда көп нәрсені ашамыз, аздасамыз, айтамыз, күлеміз. Міне сол достығымыз бүгін 80-дің бәленіне келдік, содан шейін жүріп жатыр. Енді біздің қалжыңымыз жарасқан. Қалжыңдап айта беремін мен көп нәрсені Мүсілімге. Айта беремін ғой жаңа. Өзі сондай тәртіпті жігіт. Он духом молод. Поэтому, наверное, он духом молод, и поэтому, наверное, знаете, вот я, глядя вот на него, в том числе еще на других своих старших коллег, я всегда поражаюсь.
Вот те, кто родились в 30-е, 40-е годы, это, мне кажется, из какого-то определенного, совершенно иного сплава сделаны люди. Ведь на их долю выпало очень много всего, да? Это и голодное детство, и репрессии отцов, у кого-то там родители погибли. Но вот у всего этого поколения, в том числе и муслим-дарбековичей, удивительный оптимизм. При этом они очень простые, они очень доступные. С ними можно любую проблему обсудить. Он еще, вот, когда находится в поездках, например, зарубежных, да, вот как какой-то центр в группе, он все время какие-то шутки, розыгрыши любит. Это, наверное, состояние души такое, да? А то обычно у нас иногда бывает даже там 25-летние, 30-летние такие чопорные ходят, какие-то такие официоз, какой-нибудь ранг занимают и ведут себя так, соответственно, креслу своему. Здесь же это совершенно иной случай. Какой-то он излучает вот именно вот такой вот оптимизм и надежно становится сразу. Он прекрасный семьянин, прекрасный человек, но, допустим, наша область медицины, очень много женщин, сотрудников. Естественно, женщины окружают его, но он с большим уважением относится к женщинам, всегда покровительствует. Даже домашние дела, я же говорю, к нему обращаются даже бытовыми вопросами. Ну, те, кто близко знает его, кто его сотрудник, он, естественно, помогает. Жалеет женщину, казахский джентльмен, так можно называть, да. Настоящий джентльмен. Он женщину очень уважает. Бүгінгі өміріміздің барлық саласындағы ғажайып жетістіктеріне қарамастан, Мүсілім Дайырбековтің ең басты ерекшелігі қазақ халқының ұлттық дәстүрі мен дүние танымын бәрінен биік қоятындығы. Мейлі бұл мәдениетке, әдет-ғұрыпқа, тілге қатысты сұрақ па, немесе қазақ халқының салт санасы мен дәстүрлі тәрбиесі туралы мәселе ме, бәрібір. Сүйікті жары Нелли екеуінің лайықты ұрпақ өсіріп, немере шөбере сүюі де дәл осы рухани жалғастықтың арқасы. Осы орайда өзі жұбайым екеуміздің барыс деген жұмысымыз балаларды мүмкіндігінше қазіргі өмірге дайындап, ұлттық рухта тәрбиелеуге тырыстық. Және әрқашан қазақ халқының салт дәстүрі мен әдет ғұрпын үлгі тұттық. Бар құпиямыз осы дейді. Соның нәтижесінде бүгінде балалары да ұрпақ сабақтастығын үзбей, солар салған сара жолды әрі жалғастыруда. Алла жар болса, болашақта да солай жалғаса бермек. Қазақтың азаматтары осындай болу керек деп өз басым ойлаймын. Адами тұрғыдан тұлға. Сол тұлғалық үшін бұл кісіні қадірлейді. Қай жер Қазақстанның қай жеріне барсаңыз. Өйткені тұлғалық қасиет деген ол ішкі дүниенің сыртқы көрінісі. Сөз айту, іс-әрекет жасау адамның ішкі дүниесіне байланысты. Бұл кісі ішкі дүниесі бай адам. Ішкі дүниесі кең, берекелді адам. Өйткені оның бар жаңа мен айтып кеткен қағидаттар қазақи философияға түгел сәйкес келеді, содан тәрбие алған азамат. Мен есіме келді, қай жерде бұл кісі бата бергенде айтады, мінекей, әлгі 300-дің басы бірге болсын деп, әр уақыт солай деп бата береді. Бәрі аман болсын деп. И в наше время, когда мы переходим из одной эпохи в другую, вот эти старые заветы надо сохранять, а сохраняют эти ценности люди, которые несут их в себе. И вот Муслим Дайырбеков один из тех людей, который несет, продолжает нести эту традицию, самые лучшие традиции, воспитанные в народе нашем. Құдай берсін, кем қылмасын, кетпес дәулет кең пейіл берсін. Димаш айнамайын, жұлдызың одан да жоғары жарқырасын. Димаш сенің жұлдызың жарқырағаны, қазақтың жұлдызының жарқырағаны. Сондықтан айнамайын, әр уақытта жақсылық болсын, еліміз аман болсын. Еліміздің ішінде бәріміз аман болады. Қазақтар әр уақытта мәртебесі биік болсын. Димаш айнамайын, сенің ұрпағың да сенен асып түссін. Аллаху акбар. Жұрттың бәрі ойлайды, бақыт деген дүние деп.
дүние келеді кетеді. Қандай миллионерлер бақытсыз болып жүрген аз емес. Бір миллиардер ана күні шыдай алмай өзінің бірнеше миллиард жоғалғанға өзіне қол салып өліп отыр. Өзін өзі өлтіріп отыр. Ол үлкен бақытсыздық. Мен үлкен көп адамдарды білемін, мен таныстарым ішінде де болды. Өте үлкен байлығы болғанымен өмірден бақытсыз болып кетті. Сондықтан бақыт деген семьямен, бала-шағаңмен, достарыңменен, қатарыңменен бірге жүріп, бірге өмір сүру ең үлкен бақыт. Бір қазақты бірнешеге бөлмеген, қай кезде де бірге болған елменен, қай кезде де дайын оған түрдеген, ел ағасы, ел данасы мүсілі. Ешқашанда бас салғалап жатпаған, досы түгіл дұшпанында сатпаған, ел алдында ана сүтін ақтаған, ел ағасы, ел данасы мүсілі. Қасиетін қадірлейтін кісінің, жері ғажап, сері қазақ мүсілім. Қоладан да мыстан демес кәдімгі, жақсылықтан құя салған мүсінім. Ақ көңілі таң нұрындай арайлы, бәріне де бауырындай қарайды. Нөкер болсаң серкелікке жарайды, ел ағасы, ел данасы мүсілім. Асыл туған азаматсың көреген, айналасын қуанышқа бөлеген, жақсыларды қолтығынан демеген, ел ағасы, ел данасы мүсілім. Қасиетін қадірлейтін кісінің, жері ғажап, сері қазақ мүсілім. Қоладан да мыстан демес кәдімгі, жақсылықтан құя салған мүсінім. Жасқаған